Бірінші президент күніне арналған салтанатты шара Шалақын ауданында да өтті. Бұл күні біршама саланың қызметкерлері облыс және аудан әкімдерінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттарына ие болды. Сондай-ақ 4 адам партиялық билеттің иегері атанды. Шалақындықтарды бірінші президент күнімен аудан әкімі Ербол Сағдиев құттықтады. Осыдан 24 жыл бұрын бүкіл халықтық сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып сайланды. Елбасы биік тұлға, қазақ елінің мемлекет болып өркендеуіне зор еңбек сіңірген бірден-бір жан деді жиынға қатысушылар. Шалақындықтарды бірінші президент күнімен аудан әкімі Ербол Сағдиев құттықтады. Бұл күні түрлі сала мамандары облыс және аудан әкімінің атынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттарға ие болды. Пришим селолық округінің әкімі аймақ басшысы Ерік Сұлтановтың құрмет грамотасына ие болды. Я работаю на госслужбе уже более 20 лет. Мен мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам қызмет атқарамын. Осындай мерекемен баршаларыңызды құттықтаймын. Елбасы мемлекет үшін қолынан келгенін жасауда. Нәтижесінде Қазақстан әлемге белгілі. Марапатқа ие болғандардың ішінде еңбек ардагерлері де бар. Солардың бірі Бекет Жүсіпов. Ол ұзақ жылдар бойы бірнеше басқарушы лауазымдарды атқарған. Мерекеге орай Бекет аға аудан әкімінің грамотасына ие болды. Қазақстанның алға қарай қарыштап қадам басу елбасының арқасы дейді ақсақал. Шалақын ауданында Сергеев ауданында 44 жыл бойы еңбек етіп, оның ішінде 12 жыл бойы аудандың председатель райисполкомы, әкім орынбасарлары болып қызмет істеп, қиындықтарды көрдік қандай. Кей кездерде айтып атқандай, не ақша жоқ, не тамақ жоқ, бірақ соның бәрін ел, халық, елбасына Нұрсұлтан Әбішұлы сеніп, шыдап, бүгін мінекей халық та жақсы өмір сүріп жатыр, елімізде көркейіп, жақсарып келе жатыр, келешекте бұдан да артық өмір сүреміз ғой деп сенеміз. Салтанатты жиын барысында Нұр Отан партиясының қатарына енген бір топ жас азаматқа ұйым куәліктері табысталды. Елбасы әрдайым жастар еліміздің болашақ екенін алға тартады. Мемлекеттік жастар саясаты біріншіден жастардың әлеуметтік құқықтарын сақтауға, сапалы білім алуына арналғаны белгілі. Бүгін Қазақстан Республикасы тұңғыш президент күні. Нұр Отан партиясына мүше болғаным қуантады. Елбасы жастарға үлкен көңіл бөледі. Біз жастар президент қойған міндеттерді іске асырамыз. Салтанатты шара мерекелі концертпен аяқталды. Назерке Ғалым, Индира Қалиева, Юрий Исқақов, ақпарат.